Денең шығарғың келіп, өзіңе сай жаттығу таба алмай жүрсең, неден бастарыңды, қалай жасарыңды білмей, интернеттен ақтарсаң, онда 1000 қырғын жаттығу өте көп. Содан басың ауырса, басың қатып кетсе, онда осы видеоны толығымен көріп шық. Мен саған өзімнің базалық жаттығуымды көрсететін боламын. Ассалаумағалейкум, мен Аблай Әдиев. Бүгін дене шығаруға арналған өзімнің базалық жаттығуымды көрсететін боламын. Менің жаттығудағы мақсатым, мен банк шығару не качок болу емес, оны сізге де ұсынам, ол ойдан арылыңыз. Менің мақсатым дені сау және энергияға толы денем болғанын қалаймын. Сондықтан мен калистеника бойынша жаттығамын. Калистениканың мақсаты ол бүкіл денеге арналған жаттығулар. Сол калистениканың бүгін базалық, үй жағдайындағы базалық жаттығуларын көрсететін боламын. Негізі калистеника ол өз салмағыңмен турник, брусья, тағы да вес қосып жасалады. Ол туралы видео бөлек шығарамын. Бүгін үй жағдайындағы базалық жаттығуды көрсетемін. Үй жағдайында базалық жаттығу ол 4 жаттығудан тұрады. Біріншісі ол отжимания на стойке. Сізге оны примерно 5-10 рет жасаймыз. Екінші жаттығуы ол брусья. Ол өзіңіздің салмағыңызға және өзіңіздің қабілетіңе байланысты 5-10 немесе 15 сондай жасаймыз. Үшінші жаттығуы ол пресске арналған жаттығу. Пресс 10 немесе 15 рет. Және де төртінші соңғы жаттығу ол приседания болып есептеледі. Приседания өзіңіз қанша жасай аласыз, сонша жасауға болады. Примерно 10-15. Осы жаттығуларды біз 4 немесе 5 круг арқылы жасаймыз. 3 минут демалып. Алдағы видеода қазір өзім түсіндіремін, барлығын көрсетемін. Бұл жаттығуларды аптасына 2 немесе 3 рет жасауға болады. 2 рет аптасына жасайтын болсақ, 2-ші күні және 5-ші күні жасалады. Ал аптасына 3 рет жасайтын болсақ, 1-ші күні, 3-ші күні, 5-ші күні. Қалған күндері демалатын боламыз. Ендігі осы жаттығуымызға көшпес бұрын, ең бірінші әуелі денемізді қыздырынып алу керек боламыз. Осы жанында дене қыздыруға арналған өзімнің видеом шығады. Соны көріп, бірінші қыздырынып алу керек. Сосын барып жаттығуға көшеміз. Менің каналымда үй жағдайында және өз салмағымен дене шығаруға арналған видео сабақтары шығып тұрады. Сол видеоларды жіберіп алмау үшін менің каналыма тіркел, колокольчикті бас. Осы видеоны толығымен көріп шық, ұнаса лайк бас. Біз жаттығуымызды бастаймыз. Бірінші жаттығуымыз отжимания на стойке. Бұл жаттығуды 5 рет жасаймыз. Бұл жаттығу сізге қиындау болса, осы жеңіл түрін жасасаңыз болады. Екінші жаттығуымыз бұл брусья. 10 рет жасаймыз. Үшінші жаттығуымыз пресс. Бұл жаттығуды 15 рет жасаймыз. Бұл жаттығу жеңілдетілген түрі. Бұны да жасасаңыз болады. Төртінші жаттығу бізде приседания. Бұл жаттығуды 20 рет жасаймыз. Жаттығу болғасын,
3 минут демалып, сосын келесі кругтарды жасаймыз. Бұл жаттығуды менімен бірге соңына дейін жасағаныңа рахмет. Осы жаттығу бойынша және өзіңнің жеке сұрақтарың болса, комментария жазып, өз сұрағыңды сонда қалдыр. Менің каналыма тіркел, колокольчикті бас, видео ұнаса лайкты бас. Келесі жаттығу видеоларында көріскенше.